Қайырлы кеш достар, бұл тағы да кезекті заманауи коммент. Қош келдіңіздер. Нұртай, өткенде тықтық қана романтиктің рекламасын тыға бермейші құрсын. Артқа қаратып қойшы ау юздолтында. Оппо, сен вирчек тыға беретін болу, онда шешіпсіш құрсын. Ой, аушы, бұрдан сидеде тұрған романтик дейтін жазу. Ой, Баука, көрсетпей ақ қойыңшы, романтик спонсор болып отқан, бәріне айта бермей ақ қойыңшы құрсын. Көрсете бермейші құрсын, бастайықшы құрсын, не істеп кеттіңдер? Не өк кет, жігіттер бастайықты, уақыт болды ғой, не өк кет, романтик. Қолына алып тұршы адам, Баука. Вирчак бар ғой, адам роман терлет дейсіңдер бар ғой. Бұл біздің романтик гүлдер дүкені біздің демеушіміз. Дәл осылай жастарды қолдап жүре берсін, біздер жақсы проекттер шығара берейік. Романтик гүлдер дүкені көп-көп рахмет! Ары қарай жалғастырамыз, біз әдетте айттық, күнде қонақтар шақырамыз әртүрлі. Бүгін бізде қонақта арнайы Шымкент қаласынан келген Жетісайдың тумасы, мақтаның амбассадоры Нұрсұлтан Үсенов! Hoş geldin Nurs. Тумасы нес? Бұзау ұқсат. Жоқ, мен жаңа байқадым да. Чересчур жігіттер мынауың болмайды неге сендер деген. Неге? Мазымды айтайын сендер. Бірден ба? Чересчур болып кетті рекламаларын. Жалпы рекламаны өте қатты көбейтіп жібердіңдер, ол артық болып кетеді. Проект қой, тем более ше. Оның үстіне мына жері ыстық па бірдеңе. Мына нының ар жағында бір ямы бар сияқты. Ар жағы жарық болып тұрмады. Ар жағы сәл сәуле болып тұрады, нының ар жағы. Тағы бір жерінде жабыстыр қазір. Осыдан кейін бәрі романтикті, типография деп ойласа. Тек қағаз шығаратын жерде ойлап қалса. Қалай бабам, жолым шықты ма енді? Рекламада. Сосын науда жақсы экран, LED экран бір шетін жыртып алған. Осы енді барынша даңып кетірік қазір. Күннен күнге осылай көрермендер қолдаған сайын, демеушілер табылған сайын әртүрлі бір элементтер қосып атырық шетінен. Неге сотқа ғой күннің астында қалып қойған ғой? Балқып не мүкпейді? Осылай сотқа ыссы болып қалғанда, андай ыссы болып жұмсақ болып тұрды. Деп сотқа жесің ғой, бет-бет. Апыс болып тұрады. Сосын пышақты алысында шетін. Қамыр құсатып да. Бауырсақ құсатып соз оғысы. Ертең Қолың күйіп батады. Малой үйленген кезде, үйлену тойында love story, LED экранға назар аударыңыз. Қош келдің. Қош көрдік. Жалпы бірінші сұрақ, осы күнге дейін қанша килограмм мақта тердің? Біздер бала кезімізде, мысалы, темір тапсыратын болдық, мыс тапсыратын болдық, я оны мақта тапсырдың ғой енді. Қанша ақша таптың содан? Келесі сұрақ деп жалғастырып. Енді сізге де сұрағым бар енді. Жоқ, бұл біздің бағдарлама, өзіміз білеміз, сондықтан да біз жалғастырамыз. Қош келдің Нұрсұлтан. Қош келдің. Бұл енді заманауи коммент. Біз кеттік. Қош келдің Нұрсұлтан. Айттым ғой да, енді сұрағын қоймай ақ қой, біз арғай жалғастырамыз. Қоя салайшы бауырым, қызық сұрақта. Жалпы. Қойсын. Жалпы ютубтан
заманауи комментті көріпсің ба? Көргім, иә, обязательно. Қызық па саған? Қызық, мен шынымды айтайын, андай бір өтірік бір не емес. Өтірік, андай жамандау емес, өте нашар. Өтірік мақтау емес деп айтайын. Жоқ. Мына шынымен көріп жатқан көрермендер, мына проект бағалаңыздар. Өйткені подкаст, анау-мынау бір бәле болып жатқан нәрсенің бәрі Россиядан алынады ғой, көбінесе ұқсайды ғой. Ал именно осы проект ешқандай проектке ұқсамаған, почти Қазақстандағы жалғыз проекттердің бірі десек болады. Сұрақ, Нұрстан. Сұрағың не болды, біз соны күтіп отырмық қой. Мысалы, сіз Жалпы заманауи. Жоқ, мен бұны білемін да, бұл өмірде бірге жүреміз ғой. Бұл оңбағанның аяқ астынан бір тығырықтан шыға алмай қалатын сұрақ қойып жіберетіні бар бұның. шығасың одан. Шығатын түрі. Ал қойып көрші ал. Мысалы, сіздің білуімше 6 балаңыз бар, иә? Дұрыс па? Сізге сұрақ, басыңыздан өткен қызықты 6 поза. Оны енді ауызбен айтқан ыңғайсыз шығар енді. Кел саған көрсетейін. Көрсетсін бе? Көрсетсін. Көрсетейін ба ағайын? Кел Нұрсұлтан. Шықтың ба тығырықтан? Жалпы мына басында резко айтып жіберейінші. Кешеде айтып жатырмын ғой. Өмірде мен жалпы 2 адам бар екен. Көп адамға күле беремін. Өмірде 2 адам болса. Андай бір прикол тығады деген жағаласа береді. Ақтауда жүргенді ұмытта қазір. Жалпы өмірде 2 адамға мен тоқтамай күле беремін ғой. Не айтса да, любой шуткасы өте береді маған. Біреуі Нұрсұлтан, біреуі Нұртай ғой, короче. Екеуі бір проектте бас қосады деп басына Нұрсұлтан келісті ғой. Уже ойладым ғой, екеуі картина бір сахнада деген бір қатты жыртыс болады сияқты деп ойлап тұрмын. Себебі екеуі де күлдіртудің қас шеберлері ары қарай. Жалпы шынымен ғой, былайынша да, просто өзім енді іштей нем ғой. Бірінші, давай, комментарий оқиын. Жалпы ютубтан көріп жүрген шығарсың. Бірінші комментарий. Почти бәріңіз көрген шығарсыздар. Кеттік. Иттермен сөйлесіп, 2 мысықтармен біраз неғып ескертіп бергенбіз оны. Соны тоқтата бер. Короче, иттермен, мысықтармен сөйлестік, иттерге ескерту бердік дейді да, короче. Соны біреу жазып жіберіпті ғой. Бәсе, біздің иттер кімге сеніп жүр десем дейді ғой. Кришалары да типа. Соған біреу жазып жіберіпті, астына бір апа, Эльмира деген. Ит мысықтар сөзінде тұрған жоқ, өріп жүр дейді көшеде. Олар дұрыс сөйлеспеген. Басында осындай бір бірінші қызық емес бір комментарий оқимыз. Қызық па? Онша емес, да? Кішкене халық түсініп алу үшін. Давай, ары қарай Нұртай жалғастырамыз. Короче, кеше Инстаграмда айтып жүрінші, Мейрамбек бар емес па? Цитатаның патологын қоятын. Ассаляму алейкум. Соң осындай бір видеосын көріп қалдым. Фото оны. Иттер, 8-9 класста арақ пен пиваны араластырғандар оқу бітірген кезде сементпен шибонканы араластырады екен. Ассаляму алейкум, мен қанша оқығанын біліп. Айтты да басады ғой машинаға отырып алып. Астына біреу жазып жүр. Далбан, саған машинаны жу деп бердім ғой деп. Нешеге оққан біліп түсіндер ғой деп өзі айтып тұрмасын да. Нешеге оққан. Анаусы қызық ма сосын ше, айтып алады, басын сілкіп жүр. Ұмыттырып жібереді. Құтылып жатыр ана сөздерден. Ол не сияқты, ана сөзге айтқанда қатты риза болып денесі тітіркеніп кетіп отқан сияқты андай болады ғой. Дірір ете қалатын өзін. Айтса, бұл да әйтеуір орын тапты. Қарайық. Анау не? Виноград. Бір кісі жазып кетті. Атамның қолындағы виноград, қалған 3-еуі Ленинград, Целинград, Сталинград. Бұл енді үлкен кісілер ғой енді, виноград. Бұл басына түсіндіруге де. Иә.
Полностью доказать сөйтсек. Еще ата ұзақ ойланып жауап берді ғой. Виноград. Қателесіп кетпейін деген ғой. Ойнап айтам, морковь. Ойланып тұрып, мынау не деген ойланып тұрып, нан десе. Давай ары қарай жалғастырайық. Қызықты комментарийлер болса баука бір. Маған сенбеңдер. Так. Так. В общем, футбол ойнаған кезде білеміз ғой барлығымыз да. Медиа лигада ойнап жүр ғой, баклашкамен, немен, медиа лигада. Медиа не деді ма аны? Медиа лига. Медовик десе тоқтайды. Жатыр. Медовик лигада ма? Меркурий. В общем, медиа лигада неде ойнап жүр ғой, сол кезде андай бір тренеріміз не істейді, баклашкамен, немен түсіндіреді ғой, бүйтіп шабуылда деп та. Сондай бір ойында видео түсіндіріп жатыр да, бүйтіп шабуылдаңдар деп та. Баклашканың қақпағымен. Соны қарап жүрейік. Осындай, в общем, түсіндіріп жатыр. Астына бір жігіт жазып жүрді. Крышка жоғалса бітті дейсің ғой бәрі. Сол адамдардың өзін қойып түсіндірсе болады негізі, сен бүйтіп тұр деп та. Сөйтіп ойында қателесіп кетіп та. Мен қақпағым қойсын. Мынау емес пе сен ұрып жүрсе. Қолына қысып алып салып. Мынау некі деп та. Маған келіп қалды ма уже? Сразу келеді ғой. Ахмет кешегі видеоны жіберді. Ахмет. Бір өзбектен. Енді. Пример бір өзбектен алады. Ахмет кешегі самсан салып жүршті. Ол басқа видео Ассалаумағалейкум, жүрді. қалайсыз, yaxшымысыз? Енді сіз жануарларға жақынсыз ғой енді. Мал асырайсыз, мал бағасыз, проекттен бөлек. Малмен айналысасыз, өз бір проектте 4 Мал бар. Біз айтып отқаншын орды. Басқа малдар. Малмен көп видео саласын нең сондай ғой өзі. Позиция. Соған бірінші видеом сондай болсын деп. Мал видеомды көрсетсеңіз. Жарық шамдар түскен кезде арнайы Артына назар аударыңыз. ленталар тағылуда, Өз назар аударыңыз. боялуында жылқыстайтын азаматтардың барлықтарын осындай ленталарды шақырамыз. Бұл жол көлік оқиғаларын алдын алады деген сенімдеміз. Сондықтан барлықтарыңыз осыны қарайды деген ойдамыз. Рахмет алдын ала. Болды дей ба? Сөз аяқталып, ар жақта аяқталып отыр ғой. Соған біреу жазып жүрді. Четко, братан, екеуің де бірдей бітірдіңдер. Ман негіз комментарийлер Ала ат бүйтіп тұрған сияқты арқасында тұрып бару анаған бұқпаған сияқты қарашы. Екі атта бозма қарашы. Біреу лента хочу деп жазып жүрді. Біреулер бүйтеді, қазақ еліне +1 құлын дейді. Давай келесі ары қарай жалғастырамыз. Менде де бір күшті видео көрдім. Бұл біздің ініміз, Маңғыстаулық жігіт Нұрмұхаммед Жақып деген тойда өлең айтады. Соның ар жағындағы билеп тұрған адамға мән берсеңіздер тойдағы. Міне. Өлең айтып жатыр. Ар жағында ата шығады қазір. Сиуей деп баққан Сарыш, аяқтар аш, бір ұры тұр ғой. Болды. Осыған біреу жазып жүрді ғой. Екі қойған гүл ұқсат не істеп тұр дейді. Мына жоқ. Тербеліп не істеп тұр жоқ, бір ұры. Шахматтағы ат сияқты. Ата емес па? Клуника жатқан ата емес па?
клуньякқа билеп жүрмін деп ойлап жүрген жоқ. шынымен жаңағы нұртаевта сигісі келген білдіртпей кетіп бара жатыр ғой. Бие жұртты бір орында тұр күшті болды. Ана екі тізесін аяғын ашу керек ортасын. Сөйтіп Ол билеген. походу билеуге ерінген сияқты. Сонда Нұрбол шалдарға күліп тұрсың ғой да, аталарға прикол ұстап тұрсың ғой. Мен кеше Инстаграмнан кірмеу керекенін түсіндім дейді. Осындай бір вечер болып жатыр, короче. Біреу, бір бала сүгірдің термесін айтып отыр ғой. Күшті ғой. Сүгір-ай келдім, ордасында да ай сайрағым. Ақсам оғын сарғыман өбетеді тыңдадым бәрін. Астына біреуді шашып жатыр. Дауысын өшіріп көрсең күшті айтып жатқан сияқты. Сосын тағы бір сүгір ауылға келгеніне өкінген шығар. Ең патологан бетіндегі жазу ғой. Мықты комментарий бетіне шықпайды. Прищик құсап па? Неге тыңдап отыр екен ана қасында? Сразу тоқтата білу керек. Андай болады ғой, қараш. Андай ситуация болады, мына жігіт, очки киіп отқан жігіт бар ғой, ар жағындағы ана қызды үйіне апарып отыр да, үйленеді де қыз үйіне апарады ғой. Сол кезде жігіт жолдасы ертіп барады ғой. Жігіт жолдасы қасына ертіп барады да, тек екеуі қонақта отырады, короче, ойлашы. Ана қыздың ағайындары отыр, тек екеуі қонақта, күйеу бала мен досы, жігіт жолдас. Сөйтеді де, жігіт жолдастың өнері бар дейді ғой. Сол кезде ойлашы, тойда адам тығылып ана сол үйдің күйеу баласы бүйтті ғой. Бекер айтты. Қайдан шақырдым? Не сияқты тарелкасына қарасаң көп жеп қойған сияқты содан сияқты. Ойып бүйткен сияқты. жүрегі көтеріліп кете берген. Күйді тоқтатты ғой. Ой, малайыз. Сосын не істедіңдер бәке ана шаруа? Келесі видео ауылда түсірілген, шамасы нағыз ауылдың баласы болады ғой. Примерно сен бажа көрірсің, қарашы сондай видео. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатуху. Нұрболдың кішкентай кезі. Ассалаумағалейкум. Как ты? Осы видеоға соң астына біреу жазып кетті. Агушаға жем қосып беріп отырсыңдар. Мынау жыртады екен. Агушаға жем қосып, Бұл тек жем жейді десе. Бұл тек жем жейді десе. Соскысының өзі анандай соратын жер ана құйрық майдың істелінген жер. Жоқ, ана соскысы бер жағына пластмасс осындай күшті шығып тұр ғой, ар жағы осындай болса. Полный сал. Айтта тек құттай бол. Қазақстан несі киіп алған жауабы, ту артында анық көрініп тұр. Қазақстан дегеннің зылары үлкен болып шығып тұр ғой. Басқа әріптерге қарағанда. Жеріміз 9-ші орында екен білдіріп тұр. Құста анық ұшып барады. Қалықтап. Желкесіне күн дөу Күн шамалға батып болмай ма? Анық шығып тұр ма? Ма десе анау. Бақытты ма ананың артындағы? Тоқпа ел. Ел айтады, осы баланың арқасында емін-еркін өмір сүріп жатыр. еліміз аман, жұртымыз тоқ. Давай, Баука, әрі қарай. Болатын баланың бетін қақпа, белін тап болғаны. Жалпы ана бүйтіп видео басталып жатқанда бүйтіп ана бүйтіп ассалаумағалейкум деп бүйтіп барады да бүйтіп ғой бүйтіп деді ғой, сол жиза
Сол басымнан өтті. Ары қарай жалғастырайық. Иә десе бұл жақта. Біздің ақтаулық жігіт бар ғой, UFC-ға, RFC-ға шығып жүрген. Жаңағы рух файтинг бар ғой, соған шығып, Маха ғой да. Махмуд, иә, Махмуд деген жігіт, о үшін спарринг жасап жатыр, скоро чемпион Одан да болады. Қазақстан туы бар еді айтпаш. Той ма? Бірақ ол басында. Ондай бір видео салып қойған TikTokқа. Сол қарап жіберейік, андай күшті болашақта чемпион боламын деген сияқты мотивация. Hoş olsun әдемі видео. Соның астына бір жігіт жазып жіберіпті. Братан, сенде жасырынған бір талант бар, соны дальше жасырып жүру керек дейді. Ешкімге көрсетпеу керек па? Көрсетті шығарма дейді да. Осы ғой, жаңағы. Мынау. Жасыл ма? Ту ма? Басынан күн өтіп жүретін еді. Жоқ, сау болсын айтыр. Қазақтың туын басына көтеріп жүрген жалғыз адам. Басынан күн өтті. Ешкім қаяқтықсын деп сұрамайды ғой да. Шетелге барғанда да қаяқтықсын деп ешкім сұрамайды. Басы Қазақстан болып тұр ғой уже. Бәрін кеп қалды ма? Так. Бізде келесі видео сонау Саялы Сарыағаштан келген корреспондент. Келесі видео анау сол. Мынау. Сығандар ғой, гайдың машинасын аластап атқан. Аластап отыр ма? Соған комментарий жазып жүрді. Екі цыган опыт алмасып отыр дейді. Аға, бұл Нұрсұлтан айтып отқан. Біздің қатысымыз. Нұрсұлтан Үсенов. Еще машинаң жоқ па? Бәрібір ма? Мен жыртады екен де. Қандай видео бар деп ойлайсың? Мынандай видео бар. Жалпы жақында елімізде не болды? Су тасқыны болды. Су басты көп жерді да енді. Мынау фотосы бар ғой да? Көп жерде су басты, не істеді, жаңағы Құлсарыларда, Орал, Атырау барлық жерді су басып, сөйтіп кетті ғой. И содан кейін мынандай видео шығып тұр ғой. Мына видео бір адам, жоқ, тазикпен жерге су шашып жүрген, примерно. Кішкентай су жерде бүйтіп қыттай, үйдің алдына бүйтіп кетіп батады ғой. Сөйтіп кетіп баты, міне осындай су ана қыттай, иә? Соның шетінде құмырсқалар келіп, бүйтіп ана тастар, ішпешкі бірдеңелер тістеп алып жүгіріп, бүйтіп жүр да, бүйтіп. Үстінен камерамен бүйтіп жүргенде, қиын қыстау қилы заманда, не көрмедік байтақты Алламда дейтін өлеңмен монтаждап қойған ғой, короче. Халық көмектесіп атқан сияқты қылып та. Аналарда музыкамен құмырсқалар бүйтіп ана шемішкі ма бірдеңелер тістеп алып кетіп бара жатыр бүйтіп та. Анау үстінен бүйтіп дрон сатып жүрген ғой, короче ана. Полный Құлсарының үстінен түсіріп атқан сияқты қылып та бүйтіп та. Соның астына біреу жазып кетті ғой. Жетісайдан бесенелік кетті деп. Тараздан 10-шы бұл 56 бірге кетті деп. Жан жақтан. Фура кетті деген. Осындай актуалка кезінде актуалка кетіп қалмасын деп айтып жатырмын. Басқа аманбыз. Давай Кеттік па? В общем, Инстаграмнан тоже андай бір видео көрдім. 7 адамдар болады, кәдімгі. 7 болғанда да өте. Міне қараңыздар видеоны. Я тыныш өлейді. Деп салып қойған ғой видеоны. Бұл даланың ерлері. Бұл даланың ерлері деп. Астына Ильяс дейтін бір жазып кетті. Бұл даланың пілдері. Та бірін оқыдым. Кастрюльде пельмендер. Жігіттер бассейнге кіріп атқан кезде бассейндегі сулар бейтіп атқан.
бәрі бассейннен шығып кетеді ғой, бассейннің ішінде литровый су қалса тек. 1 литр су да ортада осылай. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Менде келесі видео түсіндіріп жіберейін. Бұл либо мектеп, либо бір колледж. И егіз-лебіз дейтін болып жатыр да. И оларда барынша концертінің бағдарламасы сияқты қылып, енді күшті қылып концерт жасаған, бірақ дауысын барынша мұқият тыңдап қараймыз, қалай болатын. What you love is his. What you love is his, his the own. What you love is his, his own. Aslı bir şey var. Соған біреу жазып жіберді. Бір жағынан кредит, бір жағынан осындай видеолар Котелныйда отқан сияқты. Котелда ма бір жерде отқан сияқты. Мен мына егізлебізге барсам бас жүлде алады. Өлең айтпай ма еще? Мынандай алтынша өлеңдер көп ғой. ана бала тез бітсе екен деп тұр ғой да ішінде. Артында қойылым бар, көрдіңдер ме? Английский минус тапсаң болды ғой. Егізлебіздесің ғой. Сатайын шәм бар. Кету керек еді. Айттым, тойға шығайық, тойға шығайық. Бишілер адам басына 800 теңге жалдап алсақ па? Бишілер биді сояқта ойлап тауып отыр. Сол жерде ма? Іздеп таба алмай жатыр да. Қара, сахнада Самат пен Сәуле дейді ғой. Жүріңізші бізге билей қойыңдаршы деп. Өлең айтайын тұрған біреулер шығарып қойған сияқты. Байқасаң өлең соңғы бәсі шеңдеп бара тұрғандай. Бишілер келіп коляскамен алып кетсе. Содан кейін деген сияқты. Әңгіме өп көтті ғой. Ағылшынша әңгіме айтып отма біреумен. Так, мен кейін былай сотымен көрсетемін. Жалпы былай түсіндіріп алайын. Қыз балалар машина айдаған сияқты қылып келатыр ошымда өздерінше. Машинада отырады. Артындағы өздерінше картинка жасаған ғой. Машина жүріп келатқан сияқты қылып. Артынан ма бай? Иә, машина айдап келатыр. Қыздар өтіп бара жатыр да. Артындағы қыздар машина бір орын тұр ғой. Қыздар артқа қарай жүріп тұр. Машина жүріп жатқан сияқты қылып та. Соң астына бір жазып кетті. Завод тастап кетті деп. Машина бірге алып бара. Завод артқа қарай жүрмей алған ғой. Комментарий. Жақсы екен негізі. Күшті екен. Өскесін жақсы уат шығар ма комментарий? Алла шипасын берсін бұл комментарийді. Баука өзіңе де тез жазыңдар. Құдай қаласа жақсы адам болып кетіңдер. Келесі менің хронологиялық видеомда тамашалаңыздар. Ешқандай не жоқ па? Бір список қарап қойдық 2021 жылы. 2-5 объем қазір соны түсіретін болады. Басқаларын қарадық енді. Варианттар. Астына үрей жазып жерді жетіспесін түсіреді ғой. Ана видео басталғанда бастау күлкілі болып бастады ғой. 75-тігіне не уверен болып кетіп қалды. Ана жазылар тісіне бректі құсатып тұрып қалған екен. Шошқанан бректер шығып. Бір жақ шеті шығып кеткен ма бректтен? Жер деген бәлі ғой не, ойда жоқта жерден шықпаса, сенің реакцияң, дауысың жағымсыз болып кетеді. Шын түрін көрінеді ғой да. Жоқ, бұл Ана аяқ астынан ит шығып қалған кезде ертегі, сосын ана баспалдақтан түсіп жатқан кезде ортасында бір баспалдақ жоқ, ұзында баспалдақтан деп шығып кетесің ғой. Сол вертек бар ғой. Біразға дейін мына жерің бүтісі сол жүреді ғой. Деп шығып кетесің. Менен сондай бір байқағамда, үй жаққа ауылда ғой, үй жаққа кетіп баратқан кезде
қараңғыда бір өзім кетіп барадым. Алдымнан кәдімгі мынандай бір ит шығады. Белімнен келетін бір ит қарап тұрып қалады. Ол да мен күтпеді келетін, мен Екеуіңіз шошып кеттіңдер. иә, бір-бірімізге сәл жақындау жерде тұрып, бір 10 секундтай қарап тұрып қалдық па. И жүру керекпіз ғой. Ол жерде тұра беруге болмайды ғой. Ол да жүру керек, мен де жүру керек. Оның да шаруалары бар. Сенің де шаруаларың бар. Ит те, короче, анадан әрекет болмады деді да, сөйтіп бір шат тастады да, мен иттен фобия, почти қорқам, жаман қорқам. Ол ит жақында. Саған қарай жатыр. Иә. Маған қарай уже өту керек та, басқа жол жоқ. Мен де бүйтіп тұрмын ғой. Ана ит бүйтіп тез жүгіріп келді. Мен Ішіңдегі еперсімді сұлтан шықты ма? қандай дауыс шықса да анаған талануға желание жоқ. Талана жатуға желание жоқ. Өтіп кетті ғой үйге. Үйге барам да, айнаға барып, ұялып тұрмын. Ана дауыс қаяқтан шықты деймін. Осыған мен көрмеген дауыс. Не может быть деймін ғой менен. Мына дауыс менен шығу. Қай жерден шығу мүмкін болды, қарадың ба? Мен ойладым бір жағынан, ана ит негізі мен қабуға, талауға келіп, бірақ ана дауыстан кейін. 4 аяғым, 1 аяғым. Ит ойланса, бля, мынандай дауыс бар ма? Түйшігіне болды. Мынандай адам бар ма деп біздің ауылда. Дауысың мана 2 жұлдызға қататындай болды ма? Иә, жалпы бұл енді саяси, кішкене арасында үлкен адамдарға да комментарий арналсын дедік. Елімізде жылы ескі көліктерге такси қызметін атқаруға шектеу қойылуы мүмкін дейді. Старый машиналар көшеде жүрмейді деген ғой. Соң астына біреу жазып жіберіпті. Онда жылы ескі чиновниктерді де алып тастайық деп. Әдемі жазып жіберген да. Бүйтіп асықпай басталады ғой. Мына біткен сияқты. Мына жігіт біткен сияқты, өз комментарий бүйтінен көрді де ескі көліктер жүрмес деп. Онда жылы ескі чиновниктерді де алып тастайық. Сот ісін лақтырып кетіп қалған сияқты. Өз-өзіне риза болды. Бүйтсең, онда жылы ескі чиновниктерді алып тастайық. Олай көп жиналсаң, тағы бірден ойланып кетті одан да. Не жазып жүрсем болады. Осыған комментарий жазып жіберді, жылы ескі чиновниктерді алып тастайық деп. Көп лайк басып кетті адамдар. Басқа комментарийларға 2 лайк, 5 лайк, 1 лайк сондай болады. Мынанікі 272 лайк болғанда, соған есіріп кетіп та. Жаңағы ит қауып алғандарға, онда жоғарыдағылар да қаппасын деп любой затқа жаза берсе, содан кейін есіріп кетіп та. Кеттік давай, келесі. Короче, ана айттым ғой, алдыңғы бағдарламада цитата көйіп кеткен кәдімгі трассада түсіріп алады трассаны или бір қар жауып тұрады, сонда үстіне цитат жазылады. Осындай бір видео көріп қалдым, короче. Қарап жүріңдер. Дауыста оқысаңдар одан. Деген ғой үшін. Ойлашы дейді, $1 миллион беремін, бірақ 1 стакан сідік ішесің дейді. Деп салып қойған. Соның астына бір жазып кетіп, тост айтып тұрып ішемін ғой дейді. Тағы, ана мына жазған жыртықтай ниеттеніп қалған болып тұрған. Салқын болса ішуге болады. Ойлады ғой да. Оны ыссы болады. Денсаулық болсын, ал бай болайық деп па. Гүлкіп тұрды. Ақша қолдың кірді гүлкіп ше. Ем болсын деп па. Оны айтамайсың ғой же. Жігіттер бұл ақша үшін істеп атқан жоқпын деп айтамайсың. Айта алмайсың ғой, прямой ақша үшін ғой. Әрі жалғастырайық онда. $1 миллион дегенде ақша емес қой бірақ да. Мынандай ғой. $1 миллион дегенде 450 миллион теңге ғой енді теңге. Бірақ енді аузың сасық миллионер боласың да. Сен 450 миллион теңгенің 50 миллионы бар ғой. 50 миллион емес, 50 мың теңгесіне Өзбекстан қаршысына тістерің четкий қылып салып аласың. Америка барсаң новый тіл салып аласың. Италия барып новый кеңіртек салып аласың, сөйтіп өзің құрастырып аласың ғой. Сөйтіп жүргенде ақшаң бітіп қалса. Сөйтіп четко болып келгенде қалтаңда 1000 теңге. Асқазанға ақша жетпей қайтыс болсаң.
Оппо. Так тірілт енді, мынау болмай кетті мынау. Сен комада жатқан жерінен тіріліп кетіп, мана жігіт аяп тағы $1 миллион Жоқ, комада болмай тұр. өліп бара жатқан кезде жерге топыраққа тоқ сорып алады ғой. Сідік ішкен ғой, брат, тоқта. Сідікті. Сідік пен тоқ қатысы жоқ қой да. Кеттік, ары қарай. Жігіттер, сендерге сендім ал, тірілтіп алыңдар. Арға жалғастырайық. Келесі видео, енді барша біз білеміз, Нұрс бауырым айтып кетейін, бізде Маңғыстауда түйелер, оның ішінде бура, еркегі адамға бір шабатын уақыт болады бір өзінің, оны енді бір ашуланғанда, өзінің бір Саған шапқан ба дейді. кезі болады. Маған көрсетті ғой. Просто түйені көп көрген арамызда сен ғой енді. Бура ма? Оның шабу салдары бураның қазіргі таңда. Ол тап болып қалсаң, анау сені баратта өзін төсімен жерге езіп, адам талай түрлі жағдайлар болған енді. Сондай бір видео келесі кезекте. Міне, соған біреу жазып жіберіпті. Битін тортпен ұрып қашып бара жатсың ғой. Ал, давай, жалғастырамыз. Ал, бәрекелді, баука. Енді мадан бері айтылып жатыр ғой, көптеген Соға қосыламын. Мейрамбекке қатысты. Соға қосылам бе. Мейрамбек деген жігіт бар ғой, маған цитат айтады, кетіп қалады дейтін да. Соған қатысты менде бір дерзкий видео көрдім да, астынан комментарий көрдім. Соны бір көріп жіберейік. Видеосын көрейік бірінші де. Қойып кеттім ғой. Шариғатта харам десе де қоймаған аспайды. Бір президент айтты деп қойып кеткенің болмап барын. Күйдіресіңдер ағам. Ой. В общем, осындай шындық шырылдатып жүр да енді өзінше. Сол астына біреу жазып жүріпті ғой. Ерінбей барып қарайын ба дейді ғой. Ерінбеймін. Жалқып кеткен да бір адам. Нью-Йоркта тұрам өзім десе. Ерінбей барып, мана бураға ұстап берсең. Бір келіншегің айтты екен деп деген сияқты айта салды ғой. Бір Жоқ, Қазақстанда бір 4-5 президент жүрген жоқ қой дейсің ғой қазір. президенттің өзі былай жетеді ғой. Бір президент айтты екен деген ауызша айтады. Қалай дайындалады екен жалпы? Андай, Қазақстанда бір 20 шақты президент бар сияқты айтты ма? Әр облыста бір президент бар сияқты. Оңай қылып айтты. Бір жезең айтты екен. Президент қойын. Заң шығару үшін отыруға дейсің ғой да. Темекіні қой деген. Бір айтса да дұрыс зат айтып отыр ғой деймін да негізі. Бля, жоқ, қараш, дұрыс зат айтып жатыр да, бірақ бір түрінде ме, бірдеңе бар да. Жоқ, мен оны айтып отқан жоқпын дұрыс зат деп. Сап президент айтамын да. Жалпы Мейрамбектің позициясын айтады, постоянно былай жақсы әңгімелер айтады ғой дейді да. Бірақ білмеймін. Бірақ халық негативпен қабылдайды. Бір андай жақпай тұра ма? Бір жері де бір. Ол былай ғой. Бізде андайда кезінде ол дейтін рух файтинг арт бейт жүрді. Содан кейін одан ондай жақсы әңгіме қабылдай алмай жатыр да халық. Бізде сондайда сөйтіп бір беспонтой бірдеме істеп қояды. Беспонтой бірдеме істеп қояды, сосын барып ақыл айтады. Өзінің ақшасы жоқ, бірақ қалай баю туралы үйретеді. Өзі ажырасқан, бірақ бақытты болуды үйретеді деген сияқты ғой біздің елде. Бауырым, көрдің ба? Сен бар ғой, көріпсің ба? Сен де жалғыз емес. Өзі шетелге ағаларың бар сияқты. Нұр болдың бар ғой. Түсіндіргенде қошым келеді бар кәдімгідей. Және де қара. Семья бала шағасы бар, жақсы ғой негізі. Өте жақсы жігіт негізі. Живой көрген, шынымен әзілсіз. Бір рет араластық, өте жақсы болады. Қабылдау ойланысты. Өмірге деген көз қарасы жақсы, просто енді адамдар комментарий жазғанға алданып қалып тұрма, білмеймін. Дұрыс. Мейрамбек, бізді көріп отырсаң, сен жақсы болады екенсің өмірде. Келесі. Қазақша білесіз бе? Мен сізден сұрап тұрмын, сіз қазақша білесіз бе? Көрсетіңізші бейджіңізді. Бейджіңізді көрсетіңізші, сіз кімсіз? Мұны білмек болды қазақша. Және де кірер берісте де қызметкер маған атылып, инстаграмға шығарсаңыз,
үйтем да бүйтем деп дөрекілік көрсеттік. Ошмосо сонда орыс бала жұмыс істейді. Yani халыққа қызмет көрсету орталығында енді орысша білмейтін кісілер келеді. Ошым вообще қазақша білмейді деп тұр ғой енді. Соған астына біреу жазып кетті. Оның қазақ тілі кітаппен басын болу керек. Абай жолымен ұрсаң өліп қалады сияқты ғой. Апаң өзі дұрыс айтпайды, жәнегіде деп тұр ғой. Ондай сөз жоқ қой. Жәнегіде есіктің алдында дейді. Жәнегіде менігіде деп сөйлейтін болса өзі. Баяғыда бала кезімізде апашкілер сөйтіп сөйлейді. Нұпыр бапал епертепен бапар апай деп. Апа сөйтіп сөйлепсе. Мына бірақ төбесіндегінің өзі қате ғой. Сон обслуживает только русский. Менде бір сұрақ. Қазақтар сол керек, өздеріне обал жоқ. Қазақтарға дегендер жоқ па? Осы бала шығарған сияқты мына видеоны. Я, шынымен де негізінде мына орысша, қазақша білмейді деп жатырық қой. Негізі өзімізден де бар ғой. Өзімізде бір мысалға цонға барсақ, шынымен де документтерімді істеп берші деп, құжат деп айтпаймыз ғой өзіміз. Халыққа қызмет көрсету орталығына барсақ дей беріңіз. Қайттан бір зат қылып жіберші, бірақ Цон ғой сол мысалға да. Халыққа қызмет көрсету. Қалай қысқарылады ол? қақыржа бірдеңе деп ХКТУ десең. Құққа барсақ мысалға десең. Халыққа қызмет көрсету орталығы. Жалпы өзіміз көп орысша сөз қосамыз ғой. Негізі өзімізден тоқтау керек. Ана кейде білесіңдер ме? Моңғолиядан келген қазақ, Қытайдан келген қазақ дегендермен сөйлесесің ғой. Таза қазақша сөйлейді. Аналардың тілдерін түсінбейсің ғой, прикинь. Қара, прикинь деп тұрмын уже ғой. Уже деп тұрмын қара. Дану деп тұрмын дешеш. Еба дедің, дану дедің деп бірімізде жағаласып кетсек. Жалпы өзімізден бастауымыз керек қой. Көп жерде негатив іздемеу керек негізінде. Менің түсінгенім, мына комментарий жазамыз ғой. Біз сәл затқа ашуымызды келдіріп жазбау керек та комментарий. Күлкілі комментарий, күлкілі пікір жазу. Бұл да верчак болып кетті. Верчагың өз орысша болып кетті, тара-тара. Біреуге бірдеңе деу үшін өзімізді түзеуіміз керек қой. Міне, біреуге бірдеңе деу үшін өзімізді түзеу керек. Міне, мына жерде. Бұл біздің осы заманауи комменттің астына жазылған комментарий. Әңгімелерінің өзі жыртады ғой, бір рахаттанып қаласың, негатив кетіп бойдан жалғасын таба берсін дейді. Шынымен де осындай әзілді бағдарламалар көріп, әзілді күлкілі комментарийларды оқып, бойымыздағы негативтер жоғалтайық. Андай өмірде болады ғой, любой затты жақтырмайды, шекесі тырысып жүретін адамдар болады. Бірдеңе етсең, құй дей беретін. Сондай болып кетеміз ғой, негатив жіне берсек. Сондықтан негативтің бәрін шашып, әдемі күліп жүрейік, күлкілі жақсы комментарий жазайық. Жақсы сөз сөйле, болмаса үндеме деген сияқты, жақсы комментарий жазайық, болмаса үндемейік. негатив тастап позитивпен жүрейік дейсің ғой. Масқара. Ағаң оралды. Ойбай, олып мала. Тосын сөз. Неге қарап тұрсың көзілдіріктегі бауырым? Және де бүгін бізде қонақта Нұрсұлтан Үсенов, бауырымыз жақында бұл үндемей жүріп үйді өлтірген ғой. Сыққитып салып алған ғой, үйді салып алғанда өлсін. Өзбектігім бар ғой. Самсалап жинаған ғой, ақша бар ғой. Сыққитып салып алды. Машалла, ол үйге де барамыз бұйырса. Мынау сол келіншегіңе Құдай қаласа апарып бересің. Романтик гүлдер дүкені біздің демеушіміз. Осы заманауи комменттің болуына қолдап көмектесіп отырған кісілердің бірі. Үйге апарып келіншегіңді қуантарсың. Қалай жалпы соңында бір-екі ауыз ұнады ма? Ұнайды ғой, по-любому. Мен жаңа әңгіме ғой сол. Өзі былай видеодан қарап жүргенде қызықты видео, күлесің еще. Ал енді осы жерге келіп кішкене күліп, өзіміздің балдармен эмоция алып, күшті болып рахаттанып қайттық. Ұнады обязательно. Одан да бөлек жалпы осы Ақтауға келгенім 2 күнім дейінші, осы 2 күнім зая кетпеді ғой, бос өтпеді. Балдарға рахмет, романтик ұжымына да, заманауи коммент миллион жіне берсін де қалсын. Сағаннағанна бізді қуаныштымыз. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, тіркеліңіздер. Андай
истик бетті бірдеңе дейтін комментарий жазатын адамдар до конца қарамаңыздар. Чисто от души күлетін адамдар қараңыздар до конца, негатив жинамайтын адамдар қараңыздар и күлкілі комментарий жазыңыздар. Тіркеліңіздер. Қазақшасын айтып кетейін. Лөпіл басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Қоңырауны бас. Қоңырау Соғылсын. Қоңырау сіздерге емес, маған деп. Болды, рахмет, келесіде кездескенше.